Сәлеметсіздер ме, көрермендер? Менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып тіркеліп кетсеңіздер. Бүгінгі бізде басты жаңалықтарымыз атақты вайнерлер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовқа қатысты сот үкімі шықты. Сот қалаусымен Төребаев пен Шерниязовты 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Төребаев пен Шерниязовтан басқа сотталушылардың барлығы дерлік қылмыстық кодексінің 2 бабы бойынша кінәлі деп танылды. Сот үкімімен күдіктілерге бас бостандығынан айырудың түрлі мерзімдері тағайындалды және де қасындағы адамдарды бірге күдікті ретінде барлығына қысқа мерзімді уақыттары берілді.